Lada Priora көлігінің электронды блок жүйесін қазір иммобилайзерін сөндіріп тастап жатырмыз. Себебі иммобилайзер қосылып қалған. Компьютер неге блоктан түседі? Ол аккумулятор 5-6 вольтқа шейін түскен кезде бұл осы компьютерлер автоматты түрде блокировка түсіп қалады, иммобилайзер қосылып. Сондықтан көліктен стартерге ток бермейді және бензонасосқа импульс бермейді. Сондықтан қазір өшіріп тастаған сәт, енді оны өшіргенін білу үшін, тексеру үшін біз зажигание ашамыз. Ана жерде барлығы шығу керек қазір. Қандай компьютер, неше клапан, және де ошибка бар ма, иммобилайзерден жоқ па, соны білеміз. Бізде 126 мотордікі, 1.6, 16 клапандікі. Сброс жасағанымен ошибка кетеді. Барлығы да орнына қайтып келеді. Көлікті осылай жасап берген болатынбыз компьютерін, иммобилайзерін сөндіріп хабарласыңдар.